Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам жасалатын, бар болғаны 1 сағатта дайын болатын тамшы самсасының жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен самсамыздың қамырын дайындап аламыз. Алдын ала еленген ұнымызға 1 стакан бөлме температурасындағы су қажет, 1 шай қасық тұз және 2 жұмыртқа қажет болады. 1 жұмыртқаның сарысын алып қоямыз самсаның бетіне жағуға. Самсаның қамырын міндетті түрде қаттылау қылып илеңіздер, сол кезде самсаларыңыз әдемі шығатын болады. Біздің қамырымыз дайын болған қамырды теңдей етіп 2-ге бөліп, жұқартып жаямыз. Қамырды жайған кезде шет-шеттерін қана басып жайсаңыздар болады. Жылдам жайылады біздің қамырымыз. Бірінші қамырымыз дайын. Алдын ала майды жақсылап ерітіп, салқындатып аламыз. Самсаға қолданатын майымыз міндетті түрде 82% болу керек. Сол кезде сіздің самсаларыңыз жақсы шығатын болады. Бірінші қамырымызға майды жағып сәл күтеміз. Біздің қамырдың бетіндегі майымыз қату керек. Содан кейін барып, екінші қамырды дәл осы қамырдың үстіне жауып шығамыз. Екінші қамырдың үстіне де дәл солай майды жұқалап тұрып жағып шығамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болған қамырды бір шетінен қатты нығыздап орап шығамыз. Дайын болған қамырды дәл видеода көрсеткендей етіп бір шетінен орап шығасыздар. Осымен біздің қамырымыз дайын болған қамырды морозильникке 30 минутқа қатыруға қоямыз. 30 минуттан кейін қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Үлкендеу етіп бөлсеңіздер болады. Самсамыздың салмасын өздеріңіз ұнататын салманы қолдансаңыздар болады. Самсамыздың қатпарлары көп болуының бір құпиясы дәл осы қамырдың бір шетін нығыздап бекітесіздер. Енді қамырларды бір шетіне алып, жұқартып жаямыз. Мен барлық қамырларды дайындап алдым. Қамырды жайған кезде тек қана шеткі бөліктерін ғана жұқартып жаямыз, орта бөлігін өте қатты баспаймыз. Самсамыз тамшы самсасының формасын жақсы ұстап тұру үшін ішіндегі салмасын көбіректеу саласыздар. Дәл осындай видеода көрсеткендей етіп шеткі бөлігін бүгеміз және қалған бөлігін дәл осындай ұзыншалап тамшы тәрізде бүгіп аласыздар. Тағы бір рет көрсетемін, салмасын барынша көбіректеу саламыз және бір шетінен 2-3 рет қайтарып бүгеміз және ұзыншалап тамшы тәрізді самсамызды бүгіп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын болды. Дайын болған самсаны табаға салып, бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағамыз және қалауларыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Самсамыз жақсы пісіп шығу үшін біздің пешіміз жақсы қызып тұру керек. Алдын ала пештеріңізді қосып 200-250 градуста қыздырып қоямыз және 20-25 минут уақыт аралығында біздің самсамыз пісіп шығатын болады. Міне құрметті көрермендер, 20-25 минут уақыт аралығында біздің самсамыз өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Дайын болған самсаны ыдыстарымызға салып,
дастарханымызға ұсынсақ болады. Біздің самсамыз сондай өте дәмді және тойымды самсалардың бірі болады. Бір самсаның өзіне жақсы тоятын боласыз, өйткені біздің самсаларымыз өте үлкен болып шығады. Құрметті көрермендер, сіздерде дәл осы мен көрсеткен оңай жолмен дәл осындай самсаны отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оп-оңай, бар болғаны 1 сағат қана уақыттарыңыз кетеді және дәл осындай жұп-жұмсақ үлкен самса дайын болады. Құрметті көрермендер, қазақ тілдегі каналдарды қолдап, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.